Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Нұрсұлтан Назарбаевтың кенже қызы Әлия Назарбаева пойызға сатылған әр билеттен пайда көруді тоқтата ма? Бұл сұраққа министр жауап қатты. Электронды билет сатып алуға келсек, келісім шартты тараптардың көңілінен шықпаса, кез келген уақытта бұзуға болады. Бірақ ақыр соңында қызмет алушылар зардап шегеді. Сондықтан бұл жүйені қолдауды бәсекелестік негізге көшіру мәселесі талқыланды. Басқа тұлғаларға беру үшін конкурс бар. 1 желтоқсан қарашаның ортасындағы жағдай бойынша Қазақстан темір жолының төрағасы конкурстық рәсімдер аяқталғаннан кейін және құрылтайшылардың құрамы өзгергендігін айтты. Бұл кезең өтті және құрылтай құрамы басқа деп есептеймін. Сіз атап өткен адамның бұл компанияның құрылтайшысы емес екенін растаймын деп Марат Қарабаев жауап қатты. Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Әлия Назарбаеваның бір кездері Instant Payments деген компания құрып, Қазақстан темір жолы мен Қазақ Телекомға делдалдық көрсетіп, пайызын алып отырғаны туралы ақпарат тараған еді. Осыған қатысты үкімет отырысынан кейін өтіп жатқан баспасөз конференциясында көлік министрі Марат Қарабаев журналистердің сұрағына жауап қатты.